таңда сапалы білім алу әрбір азаматтың өзінің алдына қойған негізгі мақсаттарының бірі десем қателеспеспін. Жастардың көпшілігі жоғары дәрежелі білімді шетелдерде алғанды жөн көреді. Біздің елімізде өздерінің алдына осындай мақсаттарды қойған жастарды қолдау мақсатында көптеген бағдарламалар ұйымдастырылған. Бүгін біз осы бағдарламаларды өзара салыстыра отырып, олардың артықшылықтары мен кемшіліктерін анықтап, өзіміздің бағдарламамызды құрастырып сіздерге ұсынғымыз келеді. Шетелде білім алу дегенді естіген кезде бірінші сәтте барлығымыздың ойымызға елбасымыздың болашақ бағдарламасы келетіндігі сөзсіз. Енді осы болашақ бағдарламасымен сіздерді қысқаша таныстыра кететін болсам, алдымен оның шығу тарихына тоқтала кетейік. Еліміздің жастарына қанат бітірген бұл бағдарлама елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың 1993 жылдың 5 қарашасындағы номері 1394 қаулысына сәйкес құрылған болатын. Бағдарламаның негізгі мақсаты ел экономикасының басым секторлары үшін кадрлар мен мамандар даярлау. Бағдарлама академиялық оқуды және әлемнің жетекші компаниялары мен университеттерінде ғылыми өндірістік тағылымдардан өтуді қамтиды. Организация по своей потребности может направить на повышение квалификации, либо же переподготовку своих работников в рамках программы «Болашақ». Мемлекет әрбір жас үшін жыл сайын 30 мыңнан 50 мыңға дейінгі ақш долларларын төлеп отырды. Осыдан экономика мен әлеуметтік салаларға қаржы табылмай тұрған қиын сәттерде де біздің еліміздің білімді кадрлар даярлауды әрқашанда бірінші орынға қоятындығын көре аламыз. Бүгінде бағдарлама өз жемістерін беріп жатыр. Себебі шетелдерде өздерінің білім деңгейлерін арттырып, елге қайтып келіп жатқан жастар Қазақстанның экономикасының, түрлі әлеуметтік салаларының дамуына ат салысып, мемлекет олар үшін бөліп жатқан қаражаттарды еселеп қайтарып жатыр. Бүгінде болашақ стипендиясы арқылы шетелдерде оқып келген мыңдаған маман түрлі салаларда еңбек етіп жүр. Олар медицина, инженерия, IT, білім беру, құқық және басқа да салаларда қызмет етуде. Болашақ стипендиясымен оқыған 150-ден астам азамат ғылыми мекеме мен жоғары оқу орнында профессор деңгейіне дейін жетіп отыр. Сонымен қатар, бағдарлама нәтижесінде экономиканың нақты секторына 4 мыңнан астам маман қосылды. Олардың 2,5 мыңы инженер болса, 1,5 мыңы ақпараттық технологиялар мен коммуникация, 400 адам жаратылыстану, 80 маман ауыл шаруашылығы саласында еңбек етуде. Одан бөлек, шетелдерде оқып келген 790 маман медицина саласында жұмыс істейді. Олардың 545-і білікті дәрігерлер. Жылына бұл мамандар шамамен 213 мың науқасты емдейді. 972 маман бастауыш, орта және жоғары оқу орындары мен білім беру орталықтарында жұмыс істейді. Олар шамамен 163 азаматқа білім беріп жүр. За эти годы, подводя итоги, я могу сказать, что мы пролечили более 35 тысяч наших граждан, нашей страны, более 25 тысяч операций сделали. Сонымен бірге 200-ден астам азамат өнер, мәдениет саласында еңбек етеді. Демек, жылына миллионға жуық көрермен тамашалайтын 5 мыңдай концерт, қойылым және түрлі мәдени шара өткізіледі деген сөз. Жалпы болашақтықтардың 75% өз білгендерімен ұдайы бөлісіп отыратындығы анықталған. Осылайша, елбасының тікелей бақылауында құрылған болашақ бағдарламасы Қазақстанда білім мен ғылымды насихаттауға орасан зор еңбек сіңіруде. Бұл үрдіс әрі қарай жалғасын табары сөзсіз. Біз Instagram әлеуметтік желісіндегі парақшаларды қарастыру барысында болашақ бағдарламасымен оқуға түскен 4 студенттермен байланысқа шығып, олардан интервью алдық. Қазір олардың көбісі Америка құрама штаттарындағы университеттерінде білім алуда. Әрине, бәрінің жұмысы мен сабағының болуына қарамастан, олар бізбен кері байланысқа шықты. Біз болашақ бағдарламасының артықшылықтар мен кемшіліктерін анықтау мақсатында және осы бағдарлама бойынша шетелдік университеттерге түсу кезеңде студенттер қандай қиыншылықтарды кездестіргенін анықтау үшін болашақ бағдарламасы бойынша оқып жатқан және оқуды бітіріп елге оралған түлектерден интервью алған едік. Жансериков Жандос, я стипендиат программы «Болашақ». Сейчас я отвечу на вопросы, которые были мне даны для интервью, потому что она наиболее подходила под мои критерии поиска. Ну и, наверное, не последнюю роль сыграло то, что она наиболее универсальная из многих стипендиальных программ. Да, я думал о Фулбрайт, но для подачи нужно было накопить 2 года профессионального стажа. Знал также об Erasmus, но желания поступать в европейские вузы не было. Основное различие в методах оценки и преподавания. К примеру, в США количество субъективно оцениваемых заданий почти сведено до нуля. К примеру, проходя тест или решая определенные задачи, сложно пожаловаться на то, что учитель намеренно занизил оценку. В то время как в Казахстане часто практикуется выставление оценок по итогам ответов на уроке, устные зачеты и так далее.
Все это вносит субъективный характер в оценки студента и могут быть разночтения. Преимущества: простота и прозрачность конкурса, а также широкий выбор стран и университетов. Болшак дает возможность отучиться в лучших зарубежных университетах абсолютно бесплатно. Недостаткам можно отнести: ежемесячная стипендия больше, чем у программы Fulbright и Erasmus, но все равно кое-где ее может не хватать, так как размер стипендий не менялся с 2009 года, а тем временем цены в любой стране успели вырасти с уровнем инфляции. Студентов с полностью онлайн-обучением отправили в Казахстан для дистанционного обучения. Остались на местах лишь те, у кого были уроки с обязательным посещением лекций. При пандемии было единоразовое начисление стипендий за 1 месяц для помощи студентам, которые не смогли выехать из США в связи с отсутствием рейсов. Также было организовано несколько рейсов по отправке студентов из Казахстана на родину. Қазақстандағы оқу бағдарламалары қатарына DAAD, Fulbright және де Chevening бағдарламаларын жатқызуға болады. DAAD Қазақстанда өз жұмысын 17 жыл бұрын бастады. Осы уақыт ішінде Германияда DAAD стипендиясы бойынша 3000-нан астам қазақстандық студенттер, мамандар мен ғалымдар жұмыс істеді және оқыды. Fulbright бағдарламасы студенттерге, академиктерге және кәсіпқойларға ақш-тағы және басқа елдердің аспирантурасында оқуға, ғылыми зерттеулер жүргізуге немесе университеттерде сабақ беруге мүмкіндік береді. Chevening бұл Ұлыбритания үкіметінің ғаламдық стипендиялық бағдарламасы. Ол болашақ көшбасшыларға Ұлыбританияда оқудың ерекше мүмкіндіктерін ұсынады. Бағдарламаның мәні жайлы айта кететін болсам, түлектердің әлеуметтік жағдайына қарамастан, олардың шетелде оқу үшін жағдай жасау. Ол үшін олар біздің фаундейшнда сапалы білім алып, IELTS сынды тілдік емтихан тапсырып, AB Grant стипендияты атану үшін тағы да жеке емтихандар тапсыра алады. Біздің жалпы курстарымызға тіл сабақтары, IELTS, SAT, GMAT емтихандарына дайындық, жоғарғы оқу орнына дейінгі бағдарламалар, шетелде жоғарғы білім алу кіреді. Сондай-ақ, академиялық оқулар бойынша біз түлектерді бакалавр, магистратура, докторантура және аспирантураға оқытамыз. Тәжірибе мен тағылымдардан өту үшін бізбен серіктес шетелдегі университеттер мен компанияларға жібереміз. Қорытындылай келе, осы бағдарлама арқылы біз қазақ жастарының болашағына, Қазақстанның алдыға қарай ілгерілеуіне өзіміздің үлесімізді қосқымыз келеді.